Bunun аты ғалым. Ғалым әлеуметтік желіде ютубта түні бойы отырып, бір кезде селк етіп, бір дауыстан тұрып кетті. Ол сағат неше болған білместен, бірінші ойына келгені беті қолын жуу. Сол себептен ол тұра сала дәретханаға кіріп кетті. Дәретханада щеткасын алып, пастасын құйып, тісін жууға бел байлады. Тісін жуып тұрған кезде ол судың қалай кетіп жатқанын мүлдем сезбеді. Су кетіп жатыр. Өзі мәз. Су әлі кетіп жатыр. Ол мүлдем байқамайды. Тура дәл ғалым сияқты сіздер болмаңыздар. Ассалаумағалейкум достар. Көріп отырғандарыңызда видео біртүрлі басталған шығар. Себебі бұл лайфхак сіздің өміріңізді өзгертеді. Яғни басында біз қателікті көрсетіп өткен болатынбыз, көп адам жасайтын, оны тіпті қоғамдық ортада, яғни мысалы асханада қол жуған кезде тура дәл осы қателік жасайды. Ол кезде қол жуады ғой, тура бетін, шашын түзеп тұрған кезде су кәдімгідей ағып жатады. Ал басқа жерде сусыз отыр. Оны өздеріңіз де күнделікті жаңалықтардан көріп отырған шығарсыздар. Тіпті тағы да бір дәлелге келсек, тіпті мешіттің өзінде де дәрет алған кезде дәл осы жағдай қайталанады. Сіздер білмейсіздер ол жерде. Бірақ та мен видеода өзім кәдімгідей әдет болып қалған сонша, мен кранды басып қоя бердім. Бұл енді әдет болған. Мен бұл жағдайды қаншама адамнан көрдім, ішімнен біртүрлі болады, себебі олар суды қаншама ысырап етіп жатыр. Ысырап ол дұрыс емес қой. Себебі басқа жақта, мысалы шетелдерде су таппай, солай шөлдеп, құрғақшылық болып жатыр. Яғни құрғақшылықтан олардың егіндері де өспеуде, мысалы олардың жағдайлары өте нашар. Ал бізде жағдайымыз олардан қарағанда жақсы. Міне осыдан достар шүкір деп айтсақ болады. Бірақ та су бізде көп екен деп оны шеша береді. Бұл сіздердің өмірлеріңізді өзгертеді. Сіздер өздеріңіздің өмірлеріңізді өзгертсеңіздер, қасындағыларыңыздың да өмірі өзгереді. Яғни біз суды жақсы дұрыс пайдаланатын болсақ, мысалы тіс жуғанда, қол жуғанда кәдімгі элементарда күнде істейтін нәрселер. Сол кезде суды біз дұрыстап білемін десек, онда біздің өміріміз алда жарқын болады. Қай жерде жүрсеңіздер де бақылап жүріңіздер, адамдар көріп тұрсын. Егер ол жасап жатса, сіздер оған көрсетіңіздер, бірден айқайлап кету керек, қажеті жоқ. Көрсетіңіздер, түсіндіріңіздер. Достар, мен нағыз ойланамын, сіздерге барынша тырыстық осы видеоны. Сондықтан достар, бұл еңбекті бағалап кетіңіздер, сіздерге бір жақсы ақпарат жеткізе аламын деген ойдамын. Осындай ақпараттарды күткіңіз келсе, онда каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған мен Сұрағанда өт, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Жалқалы су ма, айтшы. Және өшіріп қоя берем, көрме, кәдімгі әдет болып кеткен ғой. Кеттік, видеоны түсіріп.